Ал егер жаман, көңілсіз жағдай болса ше? Шай ішіп отырып сырлассаң, шерің тарқайды. Ал шай бізді мықты бай қыла ала ма? Әрине, бизнес серіктестеріңмен жақсы шай ішіп отырып, келіссөз жүргізсең, көңілдеріне сенім ұялатасың. Ісің бітті дей бер. Ал мен біреуді ренжітіп алсам ше? Немесе төбелесіп қалсам, қатты раздассам? Арада араздық болса, оны шайға шақыр. Көресің, ортадағы салқындық кетеді. Жауабым осы, балақай. Басың ауырса, шай іш. Көңіл күйің болмаса, тәтті шайдан жүзіңе күлкі үйіріледі. Қандай себеппен шай алса да, дастарханның сәні шаймен кіреді. Қазақтың ыстық, дәмді шайы болмаса, дастарханның текке жайылғаны де. Әлемнің барлық тағамдарын үйіп қойсаң да, қонақтарың шай күтетін болады. Шай, өмірімізде шай көп екен ата. Болғанда қандай? Шай бәрімізді біріктірген қазақтың дастарханының жүрегі.